Сәлем менің каналымның көрермендері, бүгін мен сіздерге денсаулыққа өте пайдалы салаттың түрімен бөлісетін боламын. Бұл жерде баклажан, ол ең төменгі калориялы көкөніс болып табылады. Ол талшыққа өте бай екен және ағзадағы сұйықтықтар мен токсиндерді тазартуға көмектеседі. Және ең бастысы никотинге тәуелділікті жояды екен. Ал чеснок болса, оның құрамында 400-ден аса пайдалы компоненттер болады екен. Қан қысымын төмендетеді, қабынуға қарсы, бактерия, вирусқа қарсы және асқазан ішек ауруларына ем болады екен және ішек құрттарды жояды екен. Ал кинза болса, жүрек ауруы, қант диабеті ауруларына, шаш пен терінің әдемі және сау болуына көмегін тигізеді екен. Енді дәл осындай пайдалы қоспадан тұратын өте керемет дәмді салатты бүгін дайындайтын боламыз. Олай болса кеттік достар, алдымен баклажанымызды осылай турап аламыз. Видеодағыдай одан соң мұздай суға жуып, үстіне тұз сеуіп, бір 3-4 минутқа қойып қоямыз. Сол кезде суымыз қоңырланады, сол суды төгіп тастаймыз да, уже баклажанымыз салат жасауға дайын болады. Баклажанды алып, жақсылап құрғатамыз да, үстіне осындай кукурузный крахмалды сеуіп жібереміз. Сөйтіп жақсылап араластырамыз. Одан соң қызып тұрған майға осылай баклажанды біртіндеп қуырып аламыз. Осындай аздап қуырып аламыз. Осындай қоңыр түске сырты қытырлақ өте дәмді баклажандар шығады бізде. Соны алып осындай ыдысқа салып аламыз. Барлық баклажанымызды қуырып дайындап аламыз. Одан соң осындай кинзамызды аламыз да майдалап жақсылап турайтын боламыз. Жаңа кинзаның видеоның басында өте пайдалы екен, денсаулыққа өте пайдалы екен айтып кеттім. Сол себептен кинзаны өте көп мөлшерде қостым. Және осындай чеснок қосатын боламыз. Чесноктың пайдасын барлықтарыңыз да білесіздер. Әрі қарай баклажанымыз дайын болды. Енді үстіне осындай 1 чайнай ложкамен мед қосып жібереміз. Оның үстіне чесногымызды саламыз. Дәміне қарай мен шамалы ащылау қылып жасадым және осындай лимон сығындысын қосатын боламыз. Өте керемет дәмді салат болып шығады бізде. Үстіне өте ұсақталып туралған осындай кинзамызды сеуіп қоямыз. Және ары қарай біз помидорымызды, яғни қызанағымызды турайтын боламыз. Тура жаңағыдай баклажан сияқты етіп турайтын боламыз, бірдей мөлшерде. Помидорымызды жақсылап турап аламыз да, жаңағы кинза, баклажан қосылған ыдысқа салатын боламыз. Өте керемет салат, міндетті түрде достар дайындап көріңіздер. Енді әрі қарай ыдысымызға осылай соевый соусты құямыз. Примерно бір 3 ложкадай қосамыз. Оның үстінде осындай бальзамический кремді қосатын боламыз. Біздің салатымыздың түрі өте әдемі болып шығады. Сосын аздап тұз сеуіп жібереміз дәміне қарай. Одан кейін жақсылап тұрып араластырамыз. Бізде өте керемет дәмді салат болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Салаттың түрі ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Әлі алдағы уақытта түрлі сіздерге өте пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын.